Биыл дала дауылпазы қазақтың ұлы ақыны Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл. Бүгін Сері Сәдуақастың өмірі мен шығармашылығынан сыр шертпекпіз. Сәкен 1894 жылы 15 қазанда Қарағанды облысында дүниеге келген. Социалистік төңкеріске тікелей қатысқан жалғыз қазақ ақыны. Сәкен Сейфуллин өмірбаяны өз шығармалары дәуірдің күреске толы рухы мен күрес шындығын арқау етіп, күрескер адамның жаңа тұлғасын жасады. Жаңа әдебиеттің профессионалды жетілуіне, жанрлық жағынан молайып дамуын үлес қосты. Өзінде көптеген жанрларда заманның жаңа сөзін айтушы болды. Сол заманда қазақ зиялылары екіге жарылды. Бірі ұлтшыл Алаш партиясын қолдаса, бірі Сәкен бастаған коммунист қазақтар болды. Алаш партиясының да, қазақ коммунистері де қазақ халқына қастандық ойлаған жоқ. Екеуінің де мақсат мүддесі қазақтың тәуелсіздігі еді. Сәкен өзі құлай сенген саясаттың құрбаны болды. Қалай десек те, ақынның жасампаз жырлары ел жүрегінде ғасырдан ғасырға жасай бермек.